қызбен кездесу үшін ұшақты жолға алған жігіт опат болды. Буллок округінің полиция өкілдері оқиғаның жазатайым жағдай екенін мәлімдеген. Америкалық студент қызбен ерекше кездесу үшін жеңіл моторлы ұшақты жалға алып, айналып тұрған винтке түсіп қайтыс болды. Атланта қаласында 21 жастағы Сани Алио есімді жігіт бір моторлы Кесна ұшағын жалдап, өзі оқып жатқан Стейсборо қаласынан 88 шақырым жердегі Саванна қалашығына қызметпен тамақтануға бармақ болған. Кездесу өткеннен кейін Стейсборо әуежайына қонған ұшақтан қыз бала бірінші түскен. Артынша жігіт те түсіп алдынан айналып өтпек болғанда, оталып тұрған қозғалтқыштың винті тиіп кеткен. Америкалық алған жарақатынан қайтыс болды. Федералдық авиациялық басқарма мен көліктегі қауіпсіздік бойынша ұлттық кеңес осы жағдайға байланысты тергеу шараларын жүргізіп жатыр. Буллок округінің полиция өкілдері оқиғаның жазатайым жағдай екенін мәлімдеген.